Бүгін тауықтың жұмсақ етінен наггетс жасаймыз. Наггетс деген не екенін барлығыңыз білесіздер деген ойдамын. Міне алдымызда панировочный сухари, оған жарты чайный ложка тұз, жарты чайный ложка паприканы қосып жақсылап араластырып аламыз. Оны қоя тұрып, 2 жұмыртқаны бөлек ыдысқа жарып, оны да жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаға тұз да түкте қосып қажет емес, өйткені біз панировочный сухариға оны араластырдық. Ендігі кезек біздің тауық етінде. Тауық етін 1-1,5 сантиметр қалыңдықта 4-5 сантиметр етіп үлкендігін кесіп аламыз. Жуып, суын кетіріп дайындап қоямыз. Одан кейін оны сковородкаға жақсылап майды қойып қыздырып аламыз майды. Одан кейін астын кішкене басып еттерді бірінші жұмыртқаға аунатамыз. Одан кейін оны алып панировочный сухариға араластырамыз. Одан кейін қайтадан жұмыртқаға, одан кейін қайтадан панировочный сухариға араластырамыз. Солай жұмыртқамыз, тауықтарымызды майға, қызып тұрған майға салып, әр бетін 5 минуттан пісіріп аламыз. Жақсылап қуырып, астын ақырындап басып қойсаңыздар, 5 минут бойы ол жақсы болып піседі. Піспей қалмайды, қорықпай қойыңыздар, өйткені оның қалыңдығы бар болғаны 1 немесе 1,5 сантиметр ғана. Келесі бетіне де осылай аударып, жақсылап пісіріп аламыз. Алдын ала бір тарелкаға қағаз майлықтарды жайып дайындап алыңыз, өйткені майын кішкене қағазға сіңдіріп алған дұрыс. Әр бетін 5 минуттан қуырамыз. Үлкен табаңыз болса, тағы да барлығын бірақ қуырып алуға болады. Міне мен қағаз төсеп дайындап алдым. Соған бетіне осылай қойып, майын сіңдіріп аламын. Балаларға бергенде кішкене асқазандарына май жеңілірек болу үшін. Соусқа кетчуп немесе чесночный соус жасауыңызға да болады. Майонезге кішкене огурцины теркадан өткізіп, чеснок қосып, араластырып, солай да берсеңіз болады. Өтәмі өте жақсы болады. Ал мен балаларым, олар кетчуппен жақсы көреді, поэтому мен оларға кетчуппен бердім. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Астарыңыз дәмді болсын.